Қызылорда облыс Шиелі ауданында қазіргі таңда бүгін мына облыстық аманат партиясына хабарластым. Мынау Баймұратова Жібек және оның жұмыс істей алмай, қызмет атқара алмай жаңағы жолдасы мынау военкоматта Батырбаев Марат деген кісі жаңағы қызмет атқарады. Мынау қоғамдықпен жұмысқа барғанда мынау үстімнен қатынас хат беріп, мынау науқас осындай екінші топ инвалидтік алады деп, бүкіл жаңағы ішкі істер министріне, сосын мынау врачтарға, сосын мынау жаңағы военный жаңағы министерствоға дейін хат жолдаған. Алайда мынау қоғамдық жұмыс істеген кезде 1 айға, 2 айға, 6 айға, 3 айға барамыз. Бірақ енді ол енді мынау дұрыс қой, бергені дұрыс. Бірақ енді мынау қазақта айтады, болатын ел бір-бірін батырым дейді, болмайтын ел бір-бірін қатыным дейді деп. Енді мынау Батырбаев Марат деген менен Жібек Баймұратова деген кісілер, мысалы мына Жібек деген кісі Заврайоннада, жаңағы районнада Заврайон болып істеді. Естеріңізде болса, бір кісінің жалғыз баласы кісі қолына қаза тауып, Төңкеріс колхозында барлығы жұмыстан босап кеткен болатын, телевидение арқылы шығып. Енді айтайын дегенім, мынау Батырбаев Марат, сосын мынау Баймұратова Жібек деген кісілер, сосын мынау айтатын, мынау Құдайдан қорқыңыздар сіздер. Инвалид адамнан емес, Құдайдан. Өйткені себебі мынау Құдайдың құдіреті күшті. Өздеріңізде ол қыз тәрбиелеп отырсыздар. Сіздер мынау ауырмайтындарыңызға, өлмейтіндеріңізге кепілдік бере аласыздар ма? 50 повестканы таратып, расписканы алып келген кезде үстімнен қатынас хат беріп, бір кісі жүр, базарда азаннан кешке дейін алма сатады, ешқандай повестка таратпаған, жұмысын атқармайды, айлығын алып. Соны қайттан жұмысқа алып отырсыздар. Батырбаев Марат қайтатын. Жібек Баймұратова деген кісі. Депутат болсаңыз болыңыз, болмасаңыз босатыңыз орныңызды. Қаншама халық қиналып жүр қазір. Бомжға айналдырып жібердіңіздер халықты. Таяқ лақтырсаң, жаңағы шенеуліктің қызы ұлы, әйелі, тоқалы, таяқ лақтырсаң, шенеуліктің қызы ұлы, әйелі, немересі, шөбересі болып кете береді. Кім печат ұстайды, соның туыстары келеді. Жаңа аманат партиясы да айттым, мынау жаңағы тірлікті тыйыңыздар, болмайды. Таза мафия секілді. Ана жаққа барамыз, туыстары, басшылардың туыстары, мына жаққа барамыз, басшылардың туыстары, әкімнің туыстары. Ал билік басына келген екенсіздер, жұмыс істемейсіздер ме, халыққа көмек бермейсіздер ме? Әрқайсысы өз қотырын қасып, жаңағы кредит алып, кәсіп ашып, тірлік істеп жатыр. Онда сіздердің не керектеріңіз бар? Кабинетте шай ішіп, орден медаль алу үшін отырсыздар ма? Не деген масқара, не деген сұмдық мынау? Жібек Баймұратова дегенді, Батырбаев Марат деген кісілерді қызметін аластатуды сұраймын. Сол жылдары барлығы жұмыстан босаған төңкерісте. Директор бар, участковый бар, ювенальный полициясы бар, барлығы. Әкімі бар. Өмір ыза жер баспайды. Кентте жаңағы маман болып жүр қазір таңда. Баймағамбетов Болат деген, бұрынғы әкімі. 10 жылдан бері жұмыс тауып берген жоқ. Науқас, екінші групп болады деп. Ал ана бала қайтыс болады. Сіздер қалай жаңа қадағаламай, қарамай, ол бала қайтыс болады, қалай тамақ батып, қалай кіріп шығып жүрсіздер, мен түсінбей отырмын. Қызмет істеп. Қызметке келдіңіздер ма, енді қызметтеріңізді атқармайсыздар ма? Мысалы, бір кісі де приказын да білмейді. Қай жерде жұмыс істейтінін де білмейді. Айлығын февральдан бастап алмаған. Не деген түсіндік, не деген масқара, бардақты орнаттыңыздар ғой басымызға. Заң жоқ, тәртіп жоқ. Баймұратова Жібек, Тұрабаев Мұрат деген кісілер. Халықтан қорқасыздар ма, полиция шақырасыздар ма, үйлеріңізде отырыңыздар бар. Республикалық жаңағы
парламент үйіне значоктарыңыз, мандаттарыңызды тапсырып. Үнемі барасын, полиция шақыру, камера қойып, полиция шақыру. Армандарыңыз штраф өндіріп, халықты қинау болса, оны айтыңыздар жоғары жаққа. Көмек бермейсіздер ма халыққа? Полиция шақыру болса, бізде береміз сіздерді полицияға. Жоғарыға береміз, Аманат партиясына береміз. Республикалық құзырлы органдарға береміз. Екінші топтағы инвалидпіз. Тұрақты жұмысқа алмайды. Көмек берудің орнына полиция шақырып. Қазаншының өз өркі қайдан құлақ шығарса деп. Кімге печат береді? Өздері біледі, отыра береді. Ана жақта қаншама халық қиналып жүр. Мынау Баймұратова Жібекке заң аясында шара көруді сұраймын. Батырбаев Марат деген кісілер, ерлі зайыпты кісілер, мына жаңағы тақтан түспейді ғой. Мынау жұмыстан босаса да, телевидение арқылы шықса да тақтан түспейді, за жер баспайды. Осы мәселені мен Қазақстан Республикасының парламент үйіне Қасым-Жомарт Тоқаев ел президентінің назарына, сосын мынау прокуратураның назарына, КМБ-ның назарына ұсынамын. Осы мәселеге көңіл бөлсеңіздер дейін, комиссияның жұмыстарын қадағаласаңыздар деймін, мына қызметке қоятын кезде. Біз шаршап отырмыз, екінші топтағы инвалидпіз. Шаршатып отыр. Алдарына барсаң, шай ішіп отырады үнемі. Сылтау айтады, аняқа бар деп бюрократизмге салады. Ешқандай нақты шешіп беріп жатқан жаңағы көмектері жоқ. Мынау Баймұратова Жібек, мынау Тұрабаев Мұрат деген кісілер. Жандарбеков айтпай дегені саған көмектесуге міндетті емеспіз деген мен жауап естідім. Жандарбеков айтпай деген кісіден. Міне. Билікке келеді, халықты танымай таптауды бастайды. Шаршатып отыр. Осы мәселеге КНБ-ның назарына ұсынам, қадағалау жүргізсе деймін. Антикордың назарына ұсынам осы видеомды.